жүрегіне су жиналды деп инфекционный больница областныйға жіберді. Ұлым Даниярлы Ибрахим 2014 жылы дүниеге келген. 6 айлығында дүниеге 900 граммен дүниеге келді. бір ай жарымдай сол Атырау облысы роддомында вакуумде өсті. Салмақ қосқанша сол больницада жату керек болды. Өте көп диагноздар болды. Сол себептен 3 ай көлемінде сол роддом больницасында жаттық. Внимание деп емдеп келді. На самом деле балада одышка емес екен. Ол дейтін жүрегінде тесігі кие берген екен балада. Порог сердца болған екенбіз. Одан бізді жүрегіне су жиналды деп инфекционный больница областныйға жіберді. Областной детский больница жатқан кезде лечение врачымыз қаралатқан осындай ұсыныс адаман бір кісі келіп тұр, сізбен сөйлескісі келеді деді. Врач өзінің кабинетіне шақырып, бізде қайырымдылық бар Самсо клиникасынан, Корея қаласына сіздің диагнозыңыздай келетін қайырымдылық ұйымдастырып жатыр. Соған сіз баруға қалай қарайсыз деген болатын. Бірден келісе кеттім. Өмірде бір джекпот ұтып алғаным осы баланы емдегенім деп өзім күліп айтып қоямын. Жолдасым, ата енем, өзім жағда қарсы болды. Бізден жаңағыдай білетіндеріміз Астрхан ғой, может Астрханға барайын келіп көреміз, может Астанаға, Алматыға барармыз деген сияқты. Аллах тағала осындай мүмкіндік беріп тұр. Арғы ата өзін бір хайыр болады деп. Ояқта Өнербек дейтін аға күтіп алды. Моңғолияның қазағы болды. Самсу клиниканың менеджері болды.